Саламатсыздар ма? 8-ші дәрісіміздің тақырыбы сөз таптарының сөз жасамы. Дәрісіміздің жоспары: сөз таптары сөз жасамының құнарлылығы, мәселенің зерттелу жайы, сын есімнің сөз жасамы, етістіктің сөз жасамы, аналитикалық сөз жасам тәсілі арқылы жасалған туынды зат есімдер, лексико-семантикалық сөз жасам тәсілінің қатысы туралы. Негізгі ұғымдар: сөз жасам, туынды сөздер, сөз таптары, синтетикалық және аналитикалық сөз жасам тәсілдері, лексико-семантикалық сөз жасам, туынды сын есімдер, етістіктер, зат есімдер. Сөз таптары сөз жасамының құнарлылығы, мәселенің зерттелу жайы. Сөз таптарының сөз жасамы тілдің дамуында маңызды рөл атқарады. Сөз таптары арасында зат есім, сын есім, етістік сөз жасамы ерекше орын алады. Бұл сөз таптарының сөз жасамы ауқымды, оларда барлық сөз жасам тәсілдері қолданылады. Ал одағай және еліктеуіш сөз жасамы мардымсыз. Шылауларда сөз жасам элементі мүлде жоқ деуге болады. Зерттеушілердің пікірі: қазақ тіл білімінде сөз жасам мәселесі жөнінде көптеген ғалымдардың еңбектері бар. Мысалы, Байтұрсынов, Жұбанов, Төлеуов, Қоқышева және тағы басқалар. Сөз таптары сөз жасамы түрлі аспектіде қарастырылып зерттелген. Мысалы, зат есім мен етістік сөз жасамы туралы пікірлер кеңінен таралған. Зат есімнің сөз жасамы. Зат есім адамның, заттың, құбылыстың атауы. Зат есім тудырушы жұрнақтар ш-ш, лық-лік, тық-тік, мысалы құрылысшы, бастық, оқушы. Ал күрделі зат есімдер олар екі не одан да көп сөздердің тіркесуі, бірігуі арқылы жасалған сөздер, мысалы ата-ана, баспасөз. Ал семантикалық тәсілдер бұл мағына ауысым арқылы туынды зат есімдер жасалынады. Мысалы, кітап сөзі кейде білім көзі ретінде де жұмсалынады. Сын есімнің сөз жасамы. Сын есім бұл заттың сапасын білдіретін сөз табы. Сын есім жасаушы жұрнақтар л-лі, с-сіз, мысалы ақылды, армансыз. Туынды сын есімдер сапа, түр сияқты белгілерді білдіретін сөздер, мысалы қызғаншақ, таулы. Ал етістік сөз жасамы бұл етістік іс-әрекетті немесе күйді білдіретін сөз табы. Қазақ тілінде етістік сөз жасамы өте бай, себебі етістіктердің түрлері мен формалары көп. Етістіктің сөз жасамы туынды етістіктер, мысалы жасалушы жұрнақтар ла-ле жұрнағы арқылы жазала, аула, ра-ре жұрнағы арқылы еліктеуден етістіктер тудыратын жарқыра, күркіре. Бұл сөз жасамдағы тәсілдер көптеген жаңа етістіктердің пайда болуына мүмкіндік береді. Лексико-семантикалық сөз жасам. Лексико-семантикалық тәсіл арқылы сөздер мағыналық жағынан өзгеріп, немесе кеңейіп, жаңа мағыналар пайда болады. Мысалы, қол негізгі мағынасы адамның дене мүшесі. Кей кезде ол мағынасы өзгеріп, көмек, жәрдем деген мағынаны да білдіреді. Бұл лексико-семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды мағына. Аналитикалық сөз жасам тәсілі. Аналитикалық сөз жасам бірнеше сөздердің бірігуі арқылы жаңа мағына жасау. Мысалы, жоғары білім, құжат жасау, өзгеріс енгізу, яғни сөздердің тіркесуі арқылы. Құрылымдық бірігу тілде аналитикалық тәсілдер арқылы жаңа сөз тіркестері пайда болады. Сөз таптары сөз жасамының құнарлылығы. Сөз таптарының сөз жасамы. Зат есім, сын есім, етістік сөз таптарында сөз жасамның кең ауқымы бар. Одағай және еліктеуіш сөз жасамында бұл сөз таптары сөз жасамда өте мардымсыз. Ал шылау сөздерде сөз жасам элементтері жоқ. Сөз таптарының ерекшелігі. Зат есім жасалу тәсілдері күрделі, бірнеше жұрнақтар қатысады. Сын есім негізінен зат есімдермен тіркесіп қолданылады. Етістік сөз жасам тәсілдерінің барлығы қатысады, белсенділік деңгейі жоғары. Үстеу сөз жасамы күрделі әрі көп мағыналы. Бүгінгі дәрісіміз бойынша практикалық тапсырмалар. Сөз жасамның үлгісін көрсетіңіз. Яғни әр сөз табынан туынды сөздер жасаймыз. Мысалы, зат есімнен сөз, көңіл сөзінен туынды сөздер жасаймыз. Сын есімнен, етістіктен, сан есімнен туынды сөздер жасаймыз. Келесі тапсырма: лексико-семантикалық сөз жасам тәсілін анықтаңыз. Мына сөздерге мағыналық өзгерістер енгізіп, олардың жаңа мағыналарын көрсетіңіз. Берілген сөздер: қала, кітап, жаз. Тапсырма: аналитикалық сөз жасам тәсілін көрсетіңіз. Құрылымдық тұрғыдан күрделі сөздерді көрсетіп, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіз. 8-ші дәріс бойынша бақылау сұрақтары. Сөз таптары сөз жасамының құнарлылығы мен зерттелу туралы не айта аласыз? Синтетикалық сөз жасам тәсілінің қызметі мен оның үлгісін түсіндіріңіз. Аналитикалық сөз жасам тәсілі арқылы жасалған туынды сөз таптары қандай болады? Лексико-семантикалық сөз жасам тәсілі қалай жүзеге асады? Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.